полосамыз жай. Прям пешеходқа жасыл жан тұр көрдің бе? Пешеходты өткіземіз. Оңға бұрылып, бір оңға. Стоп. Машинамыздың бұрышы анау сызыққа тиген кезде тоқтаймыз, жарай ма? Сол кезде дистанция болады. Қара, екі жағына қарашы, тағы адам бар ма, жоқ па? Жоқ болса, жүреміз, кеттік. Осы оң жақ полосаға түсіп кет сразу. Алдымыздағы светофордан солға бұрыламыз. Не істейміз? Солға, иә? Иә, солға. Тағы. Көрдің бе, полосадан полосаға ауысқан сайын поворотник қосылып тұра береді. Қос поворотникті. И айнаға қарап отырамыз, жарай ма? Әр полосаға ауысқан сайын айнаға қарап отырамыз. Егер машина келе жетсе, өткізіп жібереміз. Төбедегі знактарға қараймыз, солға бұрылуға бола ма? Солға бұрылуға болады. Бола ма? Біраз нәрсе үйренуге болады екен, көріп отырмын деді. Қайғылы Алматы қаласы, қай полоса бір полоса екі қай жағынан саналады, оң жағынан. Категория грузовой қалай алады, көмектесесіз Ержан мырза, WhatsApp-қа жазыңыз, оқып аласыздар 2,5 ай. Қанша қалың ішінде өз машинамен көретін бағасы правым бар. Өз машинаңызбен Мадинок, өз машинаңызбен де, біздің машинаңызбен де. Жай. Стоп. Ортасына келді. Кішкене жылжа ортасына, иә? Бағасы 12 000 теңге болады, 2 сағатта. Молодец, бауырым жақсы үйретіп жатсын дейді. Қанша қалың ішінде өз машинама жауап бердім сұрағыңызға. Күшті үйретеді екен. Рахмет. Ва алейкум ассалам. Қара. Ешкім жоқ па? Қара маршрутта? Бұрыламыз, кеттік. Бұрыламыз. Өз полосаңызбен төп түзеу жүре береміз. Енді алдымыздағы светофордан разворот жасаймыз. Газды жібереміз, сол жаққа өтіп аламыз. Разворот жасау үшін не істеу керек? Жолдың ортасына шығамыз. Біздің нешінші машинамыз, қарашы? Біздің нешінші машинамыз? 1, 2, 3-ші болады. Үшінші болсақ баруға болады, иә? Ана кішкене алдыға жүру керек еді, негізі ана машина. Жақындай бір. Біз разворот жасап кетеміз осы жерде, жарай ма? Қазір бірден емес, кішкене жолдың ортасына барамыз, налево до конца бұрып, бірден жүріп кетеміз, жарай ма? 21 секунд бар бізге. Ва алейкум ассалам, Айдар. Біз екінші машина болып қалдық, иә? Светофор мега деді, көрдің бе? Дайындаламыз, кеттік, бас газды, резко газ. Налево до конца, резко налево до конца. Жібер газды. Пешеходты өткіземіз енді. Кішкене жылжа алдыға. Қарашы, екі жағына басқа бар ма, жоқ па? Жоқ. Бас енді газды. Ол адам келе жатыр. Бірақ бордюрға жеткен жоқ, көрдің бе? Бордюрға жетпеді, зебраға аяғы түсті. Иә, бордюрға жетпесе өтіп кете береміз. Егер бордюрға жетіп аяғы зебраға түсті ма, біз оны уже өткізу керек боламыз. Алдымыздағы разворот жасаймыз, алдымыздағы светофордан тағы. Асықпа. Қара. Бір, тағы. Екі, иә? Көрдің бе, полосадан полосаға өткен сайын поворотник қосылып тұра береді, айнаға қарап отырамыз, жарай ма? Дополнительный жанында разворот рұқсат бұл жерде, қарашы. Қазір енді жоқ. Дополнительный жан қалды, өшіп қалды. Бірақ разворот жасауға бола ма, қарашы? Солға бұрылуға рұқсат па? Ол жерден разворотта рұқсат, иә? Тек қана разворот деген запрещен деген знак тұрмау керек, иә? Ол кейбір жерлерде соны түгілме болады, немесе светофорға 50 метр жетпейді болады кейбір кездерде, 30 метр жетпей мынандай столбыларда тұрады. Мен де инструктормын байқоңырдан дейді. Менің правам бар, бірақ қорқамын, не істеу болады дедім. Ардақ, WhatsApp-қа жазыңыз, вождениеға шығыңыз бір күн, сол кезде көресіз. Бір күнде қорқынышыңыз кетіп, желаниеңіз ашылып кетеді. Мына вафелькада тұрып қалуға болмайды ма, үлгермей қалсақ? Енді білмеймін, көшеде гаилерден сұрасам әлі қосылған жоқ дейді. Жақсы жұмысың алға баса берсін, сендей жігіттер көп бола берсін. Рахмет. Любой светофорда разворот жасауға бола ма дейді. Болады. Солға поворот болуға, светофорда солға бұрылуға рұқсат па, ол жерде разворотта жасауға рұқсат. Тек қана разворот запрещен деген знак тұрады кейбір жерлерде. Солай болмаса болды.
Уалейкум ассалам, қайырлы күн, Абдурасыл. Дополнительный көрдің ба? Жүреміз, тоқтама. Ортаға барамыз. Ортаға келдік, міне. Налево до конца, резко, налево до конца, жылдам. Жылдам рөлді түзілеміз, оң жақ баласы қасамыз. Жылдам. Түсінді ғой? Түсінікті ма, разворот? Енді алдымыздағы светофордан солға бұрыламыз, және ма? Солға бұрыламыз. Солға. Бір, тағы. Екі. Поворотын тұра берсін, уже кеп қалдық уже. Уже поворотқа жақындап қалды, түсінікті ма? Жақындаймыз. Бұл жерде дополнительный жоқ, кәдімгідей алдымызда 3 машина болу керек. 4-ші болсақ біз стоп линияда күтеміз. 2 машина болса 3-ші болып баруға болады, түсіндіңіз бе? Сәлеметсіз бе, қалайсыз Ержан аға дейді. Қалайсыз менің күнделікті көрерменім. Не күн үйретесіз, 10 күн бола ма дейді. Не күн үйретесіз, 10 күн бола ма дейді. Қанша күн үйретесіз деген шығарсыз, 10 күн бол, 10 емес. Сіздің қабілетіңізге байланысты сол қол қайдасын айтып жіберші дейді. Неге полосадан полосаға өткенде поворотник жақпадыңыз дейді. Ох дейді. Поворотник қосылып тұрды, қарындас. Поворотник қосылып тұрады, и айнаға қарап отырасыз. Әр полосаға өткен сайын қарап отырасыз. Дайындаламыз. Жасыл жанды. Бізде алдымызда неше машина бар? 2-ақ машина тұр, я? Біз 3-ші болып барамыз. Айналма жолды үйретсең қызыма дейді. Болды аға, қазір барамыз, сол жаққа бара жатырмыз. Біз қазір разворот, повороттарды үйреніп жатырмыз. Қазір 10 минут шыдасаңыздар разворотқа, кольцевой дорога жетеміз. Дорогаға жетеміз. Жүреміз. Кішкене жылшы алдыға. Масқара қиын ғой я дейді. Алматы қаласы айналып жүрсіздер ма? Разворотты үйреніп жатырмыз, разворотта. Жүреміз. Қара. Кішкене жолың ортасына келеміз. Алдымызда машина жүріп кетсе, сен де сразу жүріп кетпең, жарай ма? Мынау жүріп кеткеннен кейін қара-қарамарс бетте, ше? Мынау үлгіргенмесе үлгірмей қалуы мүмкін да? Түсін бе? Ха, мега деді ма? Бас енді қазір, резко газ. Міне. Налево бұрылып осылай, көрдің ба? Опаңа, я? Енді осы полосамен төп түзу Аль-Фарабиге барамыз енді. Аль-Фараби, кольцо. Кольцевая дорога, Аль-Фараби Мустафинадағы кольцо бар, сосын ар жағындағы Сайна. Ой, көшенің аты, есіме түспей қандыз. Орбитадағы кольцо ше, Сайна. До 3 машина бол, я 3 машина болады, газ. Сайына Асқаровадан кейінгі, мен масқара, мен тұратын жерімді білмей қанымыз. Тұрмыз. Трамвайлы линиясы бар, көшенің аты не еді? Қазіргі аты. Торайғыр бар, рахмет, Гүлназ Торайғыр бар. Бұрынғы аты Фрунзе, қазіргі аты Торайғыр бар. Өзім тұратын жерімді білмей қанымыз. 501 адам отыр екенсіздер, достар. Күнделікті Алматы қаласында прямой эфирде осылай вождениені тамашалап отырам десеңіздер, дәл қазіргі подписаться кнопканы басып жіберсеңіздер, осындай қызықты видеоны прямой эфирде көріп отыратын боласыздар, достар. Қазір TikToktан шықсаңыз, біреу сізге звондап қалса, бір-бірімізді таба алмай қаламыз, ше. Сондықтан да дәл қазір подписаться кнопкасын басып жіберіңіздер, достар. 500 адам отыр екенсіздер, да? 500 адам. 500 рет подписаться кнопкасын тарс ет басып жіберіңіздер. Осындай прямой эфирде пайдалы видеоны көріп отыратын боласыздар. Қазақстанның басқа қаласында тұрсаңыздар да, зато Алматы қаласын прямой эфирде тамашалап отыратын боласыздар. Алматыға қыдырып келген кезде өздеріңіз бүйтіп жүре беретін боласыздар да, ше? Қаланы жаттап алғансыздар прямой эфирден, ше? Жай. Оң жақ полосаға өтеміз. Айна. Қарашы, бар ма? Үлгереміз. Брат, красавчик, жақсы үйретіп жатырсың. Болды, жақсы үйретіп жатсам, значит, сіздерге ұнап жатқан болса, подписаться кнопкасын басып жіберіңіздер. Күнделікті Алматы қаласында прямой эфирде осылай көріп отыратын боласыздар. Жұмыста болды ма, қорқам дейтіндер болады, я. Қар жауса төбет етпеуді үйрететін адам бар ма Алматыда? Отырық қой, атақ қарындасыңыз. Қарындас алдыңызда отырық қой. Осылай қарап отырып үйренуге де болады дейді. Я, болады.
Болады, бірақ практикаға аз барасыз да зато. Күнделікті осылай прямой эфирде көріп отыратын болсаңыздар, 5 рет, 7 рет баратын вождениеға бір 4 рет баруыңыз мүмкін. Вождение жағынан үнемдеуіңіз мүмкін да. Қаланы көріп алғансыз, правиланы біліп алғансыз ше. Күн шағылып тұрып обратно жүрсеңізші дейді. Біз қазір Кольцевойға бара жатырмыз, Кольцевойға бір 3 минутта жетеміз. 3 минут осылай шағылып тұрған күнге шыдап тұрыңыздар. 3 минуттан кейін жетеміз. Аль-Фарабиден оңға бұрыламыз. Шағылыспайтын болады. Достар, қазірше 400 адам отыр екен. TikTok парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар, достар. Тіркеліп, подписаться кнопкасын басып жіберіңіздер. Алматы қаласында прямой эфирде осылай вождениені көріп отыратын боласыздар. Газ. Енді бізде не ғой, правасы барларды бірден рульге отырып, бірден қалаға шығарамыз. Автодромға алып барамайым мен. Менің методикам солай. 2 сағат жүреді, 1 сағат жүреді, 1 сағаттан кейін қорқыныш кетеді ше. Сосын қуанып кетеді. Қорқынышым кетті, келуге қорқып жүрген едім деп ше. Келгенім жақсы болыпты деп. Бізде менде тормоз бар, дополнительный. Инструктор отыратын жағымызда бізде тормоз бар, дополнительный. Сондықтан да қорқудың қажеті жоқ. Ешқандай қорқудың қажеті жоқ. Вождениеға келуге қорқып жүргендеріңіз болса, айтатын советім осы. Вождениеға бір рет келесіз, бірінші күні 2 сағат жүресіз, 2 сағаттың ішінде қорқынышыңыз қалай кеткенін білмей қаласыз. Айна. Өшіріңіз, поворотниктер. Газды жақсы үйренді апамыз дейді. Апаңыз емес, бұл қарындасыңыз болады. Қарындасымыздың жасы 19-да. Енді дулатқа жылы соғып кеткенде Құдай сақтасын, постоянно ондай бола бермеді ғой. Өміріңізде бір рет болған болса, бұдан кейін қайталанбауы мүмкін өмір бақи ше. 2 сағатқа бағасы 12 000 теңге, достар. Праваңыз бар болса, адреске келуіміз де мүмкін. Бірінші сабақтан шығарамыз қалаға. Міне қарындасымыз бүгін 3-ші күн. Қарындасымыздың түрін көрсетші. Қалауын басталайын деп жатыр, қалауын. Прямо. Правам бар, практика жоқ дейді. Алматы қаласында тұратын болсаңыз, экранға WhatsApp номерім жазылып тұр экранда. 8701 898 8315. Осыған жазыңыз, уақытын келсеміз, вождениеға шығасыз. Так, Кольцевой мост, светофор, односторонний жолды қойып үйренетін дейді. Механика бар ма? Машинам жоқ. Машинаңыз жоқ болса, міне біздің машинамыз бар. Руы кім, брат, қарындастың дейді. Қаланың